Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз 3-ші сыныптың орыс тілі пәнінің 1-ші сабағын қарастырамыз. Осень зовет нас в любимую школу. Бүгінгі тақырып мектеп туралы. 1-ші упражнение. Праздник сентября. Каждый год звонок веселый собирает вместе нас. Здравствуй, осень, здравствуй, школа, здравствуй, наш любимый класс. Пусть нам лето жаль немного, мы грустить не будем зря. Здравствуй, к знаниям дорога, здравствуй, праздник сентября. Мектепке қош келдік деп жатыр. Сәлем, күз. Мектебімізді сағындық. Мектепке келгенімізде қандай күшті, қуаныштымын деген ой айтылған бұл сабақта. Ары қарай жалғастырайық. 2-ші упражнение. Подумай, ойлан. Выбери слова по теме школа, запиши их. Мына жерде берілген сөздердің ішінен мектепке қай сөздің қатысы бар, соны жазып шығамыз. Мен қазір астын сызамын, соларды сіздер дәптерге көшіріп жазыңыздар. 1-ші ученик. Оқушы. Оның неге қатысы бар? Осень. Күз. Керек емес. Парта. Бізге керек сөз. Класс. Мектепке қатысы бар сөздер. Учится. Оқиды. Яркая. Жарқырап тұрған. Листья. Жапырақ келмейді. Школа. Мектеп келеді. Летят. Ұшады. Келмейді. Книга. Бізге керек сөз. Умный. Ақылды. Осы жердегі сөздер мектеп тақырыбына сәйкес келетін сөздер. Осыларды дәптеріңе көшіріп жазыңыздар. Ары қарай жалғастырайық. Упражнение 3. Оконная тетрадка. На уроке русского языка нам объяснили, как пишутся такие слова. Воробей, ворона, сорока, береза, осина. А я все это знала и поэтому глядела в окно. На болтливую сороку, на желтые осенние деревья, на черную ворону в белом небе. Вдруг подходит ко мне наша учительница Анна Николаевна. Где твоя работа? Какая? Письменная. И тут меня осенило. В оконной тетрадке. Анна Николаевна посмотрела в окно и улыбнулась. А ведь и верно, все наши слова в этой тетрадке можно прочитать. Бұл жерде терезедегі дәптер туралы айтылған. Яғни, бір күні орыс тілі сабағында воробей, ворона, қарға, торғай, ағаш туралы айтылған еді. Мен оның бәрін білетінмін, қалай жазылу керектігін. Және сол үшін терезеден қарап өттім. Қарқылдаған қарғаға, ағаштың жапырақтарына, қарғаға және аспанға қарап отырдым. Және бір кезде қасыма мұғалімім келіп сұрады. Сенің жұмысың қайда? Қандай дедім. Жазбаша. Бір кезде менің ойыма ой келді. В оконной тетрадке. Яғни терезеден көріп отқан дәптерімде. Анна Николаевна мұғалім кітап терезеге қарады да жымиды. Дұрыс айтасың. Біздің дәптерге жазған сөзіміздің барлығын біз терезеден көре аламыз деді. Ары қарай жалғастырайық. Определи. Пользуясь таблицей, найди в тексте. Задание 3. Запиши выделенные слова, которые можно отнести к живой природе и неживой. Образец. Мына жерде берілген схема берілген, таблица берілген. Және бағанағы 3-ші упражнениедегі мына мәтінді пайдаланып, осы мәтіннің ішінен живой природа және неживой природаға мысалдарды тауып жазамыз. Балалар, живой природа дегеніміз не? Және неживой природа дегеніміз не? Живая природа ол яғни тірі табиғат. Яғни ол жерде жаны бар заттарды
біз тірі табиғатқа жатқанбыз. Ал неживая природа бұл өлі табиғат. Яғни біз оған суды, тасты жатқызамыз, ағашты. Және енді осы мәтіннің ішінен живой және неживой соларға мысал келтіріп жазайық. Бұл жерде воробей, ворона, сорока. Бұлар барлығы құстар. Оларды біз живой природаға жатқызамыз, тірі табиғатқа. Ворона, воробей, сорока. Ворона, сорока, сорока. Және тағы не жатады? Міне енді жаңағы мәтіннен тірі табиғат, живая природаға мысал келтірдік, және неживая природа, өлі табиғатқа мысалдар келтірдік. Оны дәптерге жазу керек. Ары қарай. Упражнение 5. 5-ші жаттығу. То и что изображены на рисунках. Мына суреттерде ненің суреті белгіленген? Какие звуки они произносят? Олар қандай дыбыс шығарады? Запиши первые буквы в названиях объектов живой природы. Мына жерде берілген сурет бойынша, мына жерде біріншісінде бізге ж деп ұшады. Бұл не? Бізде муха. Бұның бірінші әріпін біз м деп жазамыз. М, буква М. Екіншісі ш деп жүретін, это змея. Змеяның бірінші әріпі з. З әріпін жазамыз. Мынау үшінші суретте тұрған бұл тигр. Бірінші әріпі т әріпі. Және соңғысы бұл у деп ұлуы мүмкін, ұлиды. Бұл волк. Бірінші әріпі оның в әріпі. Ал енді, яғни біз звукты, яғни дыбысты естиміз және айтамыз. Ал әріптерді көреміз, жазамыз және оқимыз. Есімізде сақтайық, балалар. Дыбысты естиміз және айтамыз, әріпті көреміз, жазамыз, оқимыз. Ары қарай жалғастырайық. 6-ші упражнение. Какие слова связаны друг с другом? Мына жердегі сөздер бір-бірімен қайсысы сәйкес келеді? Бір-бірімен сәйкестендіріп, сөз тіркестерін жазу керек. Бұл жерде ең бірінші. Мысалы, тетрадь школьная, школьная тетрадь. Сол сияқты жазып шығамыз. Міне енді біз осы жердегі суреттен сөз тіркестерін жаздық. Яғни, тетрадь школьная, желтые деревья, черная ворона, оконная тетрадь, болтливая сорока, красная осина. Осыны дәптерімізге көшіріп жазамыз. Ары қарай. Упражнение 7. Прочитай вывод. Природа бывает живая и неживая. Табиғатымыз өлі және тірі болады. Солнце, звезды, вода, камни – это объекты неживой природы. Күн, жұлдыз, су, тас – бұл өлі табиғат. Растения, грибы, животные, человек, адам, жануар, өсімдіктер – это объекты живой природы. Бұл тірі табиғат. Олар демалады, өседі, көбейеді. Енді естеріңізде не қалды? Соны мамамызға айтып берейік, оқушылар, жарайды ма? Жақсы, сау болыңыздар, келесі кездескенше. Егер ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.